Ғазиза, сіздің ұлттық киімдермен, әшекей бұйымдармен айналысатыныңыз белгілі. Енді осы дүниеге жалпы қызығушылығыңыз қалай пайда болды? Енді ол қызығушылық бірден пайда болды деп айтпаймын. Өйткені кішкентай кезімнен мен осындай бір ортада өстім деп есептеймін. Әке-шешем суретші болғаннан кейін, одан кейін тағы да ұлттық өнерге жанашыр адамдар болғандықтан, менің ойымша бұл туылғаннан көріп өскен дүнием. Сондықтан, бірақтан өсе келе мені қатты уайымдатқан жайт ол осы өнеріміздің дамымай жатқандығы болар. Сондықтан, былай айтқанда, менің кішкене ғана үлесім болар. Осы саланы кішкене дамытып, жан-жақты былай айтқанда трендке айналдырып, қазіргі заманда осындай бір кішкене жұмысым болған шығар деп ойлаймын. Керемет, жақсы. Ал қазіргі таңда бұл салаға халықтың сұранысы қанша? Күнделікті киім үлгісіне айналуы мүмкін бе? Қалай ойлайсыз? Ақмарал, менің ойымша, біз бұл тақырыпты қазір бір трендке айналып үлгердік, айтып өткендей. Бірақтан, менің байқауымша бұл қазір ұзату киімдері ретінде той коллекциялары, және де love story, сонда бір фотосессия, видеосессияға арналған образдар болып шектеліп тұр. Дегенмен, менің ойымша, бізге қазір бұны дұрыс көрсете білу керек. Яғни, күнделікті өмірде қалай кию, қалай ұсыну, соның барлығы ол да бір үлкен жұмыс деп есептеймін. Сондықтан, бұл әлі қолға алынатын мәселе. Жақсы. Сіздің фотосессияларды көп ұйымдастырып тұратыныңыз белгілі. Біздің қаламызда қай жерлерде фотосессия ұйымдастырған сізге көбірек ұнайды? Көбінесе қай тематикаға, қай образға сәйкес келетін локацияларды айтып тұрған шығарсыз. Егер де тек қана киімдерінен шектелетін болсақ, мен әлі цитадельде жасап көрген жоқпын түсірілімді. Әрине қаламыздың төңірегінде түсіретін табиғатпен локациялар өте көп. Жалпы қаланың ішінде болса, менің ойымша саябақтардың ішінде. Біздің қаламыз өте жасыл қала ғой. Саябақтардың әрқайсысында түсіруге болады, мен үшін. Және де қаламызда адам көп шоғырланған жерлерде түсірген ұнайды маған. Және де ең қызығы қаланың ескі архитектурасының қасында түсіргім келеді. Тағы қай жерлерді айтсам екен? Мүмкін әзірге осы, бірақ мен бұл мәселені былай айтқанда қатты зерттеп көрмеппін. Қаламызда түсіретін жерлер өте көп деп ойлаймын. Түсінікті. Сіз алдында Алматы қаласында тұрдыңыз, қазір Шымкент қаласында тұрып жатсыз. Шымкент қаласы сізге несімен ұнайды? Өте үлкен айырмашылықты былай атап көрсете алмаймын сізге. Бізде де тау жақын арада, былай айтқанда, грубо айтқанда. Маған ең бірінші ұнайтыны әрине ауа райы. Ауа райының қолайлығы, суық аймақтарды жаным жақсы көрмейді. Сондықтан мен Шымкент қаласында тұрғанымды мақтан тұтамын. Екіншіден, әрине де ол адамдардың ашықтығы, өте сондай қонақжайлығы, ол жерінен сөзсіз Шымкент қаласы маған қатты ұнайды. Бағаның төмендігі. Бізде әр қандай заттарды алам десең де, қай жерге барам десең де, барлығы қолжетімді. Сондықтан, менің ойымша бұның өзі, былай айтқанда, ең өте простой болсын жауабы, бірақтан адамның өмір сүруіне жалпы бір турист болып келгеннің өзінде де өте қолайлы. Және де әрине біздің асханамыздың дәмдігі. Шымкент қаласындай басқа қалаларда дайындай алмайды деп айтады ғой. Мен онымен келсем. Білмеймін неге, бірақ келсем әрине. Расында да Шымкент қаласының асханасы өте ерекше. Қай тамақ сізге көбінесе ұнайды біздің қаламыздағы? Қай тағамдарды ұнатасыз? Тек қана қаламызбен шектелетін болсақ, менің ойымша әрине Шымкентке келген адам ең біріншіден палауды дәм тату керек, палаудан дәм тату керек. Екіншіден біздің шашлыктарымыз, сөзсіз менің ойымша әр екінші кафе, ресторанда біздің шашлыктар өте дәмді. Былай айтқанда, ет мәселесі жағынан айтып тұрмын ғой, әрине қуырдақтар өте дәмді. Және маған ұнайтыны, бұл жақтың малының жалпы қымызы, жаңағы шұбаты, барлығы өте дәмді келеді.
менің ойымша ең басты тағамдардан осыларды айта алар едім. Әр қаланың өзінің сіңіп кеткен түсінігі, әдет ғұрпы болады. Біздің Шымкенттің менталитетіне көзқарасыңыз қандай? Бұның барлығы географически қалай тұрғанымызға байланысты. Біз Өзбекстанмен жақсы шекаралас болғандықтан өте жақсы саудаға бейімделгенбіз. Ол байқалады, ол менің бизнесімде де байқалады. Мысалы, біздің қаламыздың тұрғындары өте жақсы саудаласады келген кезде. Ал қателеспесем, біздің серіктестер басқа қалада ашылғаннан кейін ол жерде ондай мәселе жоқ сияқты байқауымша. Бұл да бірақ бір ерекшелік болып саналатын шығар. Тағы менталитетімізге байланысты, мен жоғарыда айтып өткендей, ашықтығымыз, сондай үнемі әңгімеге де, басқа да бір қызық бастамаларға үнемі ашық жандар. Маған ол жағы қатты ұнайды. Тамаша. Сіз үшін мінсіз қала ол қандай қала? Өте қызық сұрақ, өте қиын сұрақ десем болады. Әрине, былай айтқанда, ең бастысы адам өмір сүруіне ыңғайлы қаланы айтуға болады. Жақсы жолдар болған кезде, өте дамыған медицина, сен бір жерде ауырып, бір жерде бірдеңе болып қалған кезде жедел жәрдем тез келіп, сені жақсы қарастырып берсе қандай жақсы. Әрине, білім жүйесі, ол тек қана елге ғана байланысты емес, қалаға да тиесілі болу керек. Сол сияқты өте мынандай адамға қажетті тұрғыдан моменттері жақсы дамыған болса, менің ойымша ол да қаланың үздік болғаны содан білінеді. Әрине де бұның барлығы жақсы, өте мықты әкімшілік аппаратына да байланысты. Олардың жұмысына, олардың еңбегі. Және де соның барлығы қосымша айтқан кезде ең бастысы адамдарының, халқының бақытты болғаны. Егер де осы фактордың барлығы дұрыс қойылған болса, дұрыс дамыған болса, осы салалардың барлығы, онда адамдар бақытты болады. Сондықтан біз келген қалада мінсіз қала деп соны айтатын шығармыз, менің ойымша. Жауабыңызбен келісемін. Жалпы қаламызда сәнді жақсы түсінетін орта бар деп ойлайсыз ба? Сәнді бағалай алатын. Ол әр қалада болу керек. Олар бар әрине. Сәнді әркім өздігінше түсінеді, сондықтан сәнге ұлттық элементтерді қосу ол өзі біздің міндетіміз. Солай жауап бере алар едім. Жақсы. Шығармашылығыңыздан тағы бір сұрақ қойсам, ұлттық киімдеріңіз бен әшекейлеріңіз өте әдемі, дизайнын кім ойлап табады? Рахмет, Ақмарал. Білесіз бе, жалпы шығармашылықта, өнерде адамдар айтады ғой, бұл салада қатып қалған оригинальность деген жоқ. Барлығы бір нәрсеге сүйене отыра жасайды. Әр дизайнер, әр суретші. Сол сияқты мен де жан жақтан, кинолардан, оқыған әдебиеттерімнен, көрген сақталған дүниелерге қарап шабыттанамын. Бірақ дизайнның бәрін өзім саламын. Ең бастысы айналамда шабыттанатын мәселелер, адамдар, жалпы жағдайлар өте көп. Сондықтан тек қана жаңа заттар шығаруға дайын тұрасың үнемі. Киімдеріңіз дәл сол қалпында, сол заманның стилінде түпнұсқа ретінде шығарылады ма, әлде осы заманға сай өзгертулер енгізіледі ме? Әрине, біріншіден сол заманның материалдарын табу өте қиын. Сондықтан барынша бір амалдап табуға тырысамын. Ал екінші мәселе жаңағы заманауи түрде жасаудың біздің ескі киімдердің қажеттілігі жоқ мүлдем. Қазіргі көп дизайнерлер, мысалы, киімдерді жаңаша заманауи жасаймын деп, мүлдем қазақи ұсқынын жоғалтып алып жатқан сияқты, менің ойымша. Өз басым айтатыным, шапандарда, көйлектерде, шалбар үлгілері барлығы өмірге ыңғайлы қылып жасалғандықтан ондай өзгерістерді қатты талап етпейді. Әрине, мысалы, мен сізге мысал келтірейін, жарғақ шалбар деген шалбарды жасап шығардық. Оның өте әдемі кестеленген өрнектері болады, ал ортаңғы тұсында оригиналда
қалай айтсам екен, арнайы кройында, мынандай бұтында ойпаттау келген сондай моменті болады. Ол атқа қонуға өте ыңғайлы болғандықтан сондай шалбар үлгісін жасаған. Бірақ қазір мысалы тек сол тұсын ғана өзгертіп жасап жатырмыз. Менің ойымша ол қатты көзге білінетін айырмашылығы жоқ. Сондай мәселелерін ғана айтатын болсам. Ал негізінде бізде өзіміздің құйма цехымыз болғандықтан көрген түпнұсқаның дәлме-дәл көшірмесін жасауға әбден мүмкіндігіміз бар. Және де оны жасап шығарғаннан кейін, киіп көргеннен кейін, бұның ыңғайлы екенін тағы түсінгеннен кейін ешқандай өзгерістерді енгізбеуге тырысамыз. Шымкент аудиториясы осы дизайндағы киімдерді қалай қабылдады? Бұл ерекше болды, көзге үйренбеген дүние болды, сондықтан сұрақтар өте көп болды. Мысалы, металлмен безендірілген бас киімдерді бізде көбіне түрікмен сияқты халықтардың кімі деп сұрайды. Өкінішке орай, мынау зергерлік өнер бізде кішкене Совет одағы кезінде қатты дамымай, тоқтап қалғаннан кейін бұндай бас киім үлгілері барлығы жоғалып кетті. Оны түпнұсқасын айнытпай жасауды да көбісі қолға алған жоқ. Сондықтан бұл көзге үйреншікті емес біз үшін. Дегенмен қазір маған ұнайтындығы күнделікті өмірге бізде топы деген бас киім үлгілерін жақсы алады. Яғни қыздар пальтомен, күнделікті әдемі образдарына бас киім шапочка ретінде қолданады. Және де оны үйлестіріп, үйреніп жатыр. Маған өте ұнайды ол мәселе. Келесі жалпы, мысалы, прокатқа алатын образдарға келетін болсақ, әрине, әр қыз, әр жігіт өздерін бір киноға түсіп келгендей әсер алатын сияқты, менің ойымша. Және де, мысалы, міне табиғатқа барып түсіп келгеннен кейін қыз бен жігіт сондай бақытты болып, мінекей бізбен барлығы суретке түскісі келді деген сезіммен келген кезде біз өте қатты қуанамыз. Шынымды айтсам, шынымен де адамдарды кішкене бақытты қылып жасап кеттік деген сезімде қаласың. Егер басқа ел азаматын қаламызбен таныстыру қажет болса, сіз неден бастар едіңіз? Қаланың бірінші орталығынан бастасақ, менің ойымша неге Қошқаратаға апарып көрмеске, одан қала берді Цитадельге апарар едім. Шынымен өте уникальный дейді ғой проект біздің. Ары қарай ескі қаланы көрсетер едім, әрине, міндетті түрде. Жалпы біздің Шымкент қаласы тарихы өте бай қала ғой. Қателеспесем, тіпті орталығы әлі күнге дейін өзгермеген, Цитадельге байланысты. Әрине, қаламыздағы дендропарк сияқты, зоопарк сияқты жерлерге баратын едім міндетті түрде. Қаланың өзінде табиғатына байланысты келетін болсақ, сайрам бөгемі бар. Жылауға маған өте қатты ұнайды. Және де одан әрі мен Арыстанбаб пен әрине де Түркістанды көріп қайтуға міндетті түрде кеңес берер едім. Менің ойымша, бір маршрут шыққан сияқты қазір айтып өткен кезінде. Дұрыс, Шымкент негізінде осындай жерлерге бай болып келеді. Ал өзіңіз қандай өзгеріс енгізер едіңіз қаламызға? Былай, жаяу жүргінші ретінде менің ойымша әрине де жақсы жаяу жүргіншілер жолын талап етер едім. Қазір ол жақсы қолға алынып келе жатыр, дегенмен кейде сапасына көңілім толмайды. Және де тек қана орталықтағы, жаңа орталық пен ескі орталықтың ғана маңдарында ол жағы жақсы қолға алынған деп есептеймін. Ал егер глобалды түрде келетін болсақ, әрине де өндіріс саласын жақсы дамытуға тырысатын едім. Өз басым мен металлургия жағынан жақсы кеңес бере аламын сол мәселеде. Өйткені біздің халқымыз бір жағы Шымкент қаласының өте еңбекқор. Еңбекқорлығы соған байланысты жұмыс орны да көбейсе, сол менің үлкен арманым біздің қаламыз бойынша. Қазақстанның басқа қалаларында болып жүрсіз, Шымкентке бірінші келгенде көзге түсетін ерекшелік бар ма? Қалаға бірінші рет келген кезде адамдары әрине өте жылы күтіп алады, қай жерден болмасын. Темір жол вокзалынан түссең де үнемі саған барлық қажеттіліктерің сенің жақын тұрады, ыңғайлы өте, әуежайдан да түссең де.
Ол жағынан қуантатын жайт бірінші келген кездегі сәтім, қай жақтан келемін, солай менің ойымша. Тамаша. Қала тұрғындарына айтар тілегіңіз болса? Биылғы жылға да, өткен жылға да байланысты ең бастысы менің ойымша денсаулығымыз мықты болсын. Ол жағы реттелсе, қазір бізде менің ойымша жұмыс жағы да, жалпы өзіміздің отбасылық жағдайымызда барлығы орнына ретке келеді деп ойлаймын. Оған қоса берді білімді болыңдар, бақытты болыңдар, еңбекқор болыңдар, осы қалпында сақталып, менің ойымша. Одан артық бізге әзірге еш нәрсе керек жоқ. Бүгін уақыт бөліп келгеніңіз үшін рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көре бердіңіз. Рахмет.